Құрметті көрермен, бүгін сіздермен бірге адамның басынан қызыл сызық шығып кететін әлемге сүңгеміз. Иә, дұрыс естідіңіз. Қызыл сызық. Бұл жай ғана сызық емес, бұл адам кіммен айтсақ па екен, жақындасқанын көрсететін супер құпия GPS. Ал басты сұрақ, бәрін көре алған дұрыс па, әлде білмеген тыныш па? Хош, экранға жақын отырыңыз, көзілдірікті тазалап қойыңыз, біз бастаймыз. Бұл S-Line, сен көргің келмеген шындықтар әлемі. Хён есімді қыз терезесі картонмен жабылған квартирада тұрады. Ол адамдардың жақын қарым-қатынасқа түскенін көре алатын қасиеті бар. Ол адамдардан қызыл сызықты көреді. Адам басындағы бір сызық, яғни ол бір адаммен болған саны. Бұл қасиеті кішкентайынан пайда болған. Анасы оны кішкентай кезінде салынған суреті арқылы біліп қойыпты. Сол үшін күйеуін жазалап тастапты. Оны білген кішкентай қыз бәріне кері әсер береді екен деп, іште құпия сақтауға шешеді. Және ол өлмейтін қасиеті бар. Қанша өзіне қол жұмсап көрген екен. Осы құпияны шешу үшін ол өзі жоспар құра бастайды. Қайдан, неге, тағы кім көре алады деген оймен. Келесі сценада полиция учаскесіне детектив келіп тоқтайды. Ол қызыл сызықты көбейтуден рекорд құратын жігіт. Ол өзінің жібін көбейтіп жатқанда, қыз оны үйлену тойына шақырады. Ал оның қарындасы мектепте қиындықтарға тап болып жүр. Оны сыныптастары шеттетіп қорлайды. Біреу оны осы жайлы әңгіме тарайтын болсам, осыны лақыр жіберем дейді. Детектив бір істі зерттеп жатыр, үйде бәрі реттеліп тұр. Біреу әдейі ұйымдастырған тәрізді. Көршілер осы рәтірге шлем киген бір жігітті көріп қалыпты. Бөлімшеде полициялар осы дәлелді зерттейді, бірақ нақты айғақтар жоқ. Кешке осы трагедия жайлы жаңалықты айтып жатады, ал Хён шлем киген адамды бірден байқап қалады. Оның басында бірақ сызық бар екен. Байкер келесі күні көршісінің үйіне келіп, үйіне кіреді. Қыз қорыққаннан бірден полицияға хабар соғады. Бұл екеуі аяғында көңіл көтеріп, сызықтарының санын арттырып жібереді. Таң атады. Сан детектив ағасынан ақша сұрайды. Бірақ ағасы бірдеңені сезіп қояды. Ал қарындасы бөлмесіне мән-жайды айтпай кіріп кетеді. Сол кезде бөлімшеден хабар түседі. Түнде шлем киген адам жайлы хабар түсті, деп. Детектив Хённың үйіне барады. Қыз маған солай ғана көрінді деп қашқақтайды. Кешке тағы бір сызығы бар байкер подиске кіреді. Полиция бөлімшесіне зардап шеккен жігіт мұғалім екен деп дос айтып жатады. Жи оны бір жерден көргенін есіне түсіреді. Данчик соның үйіне барып тексеруге келеді. Үй біртүрлі, дене түтіршіктірер. Сол сәтте Данға сырттан шабуыл жасайды. Бірнеше минуттан кейін ол қасындағы түт үйге келеді. Үйдегі қызға барып қылқындырып жатқан жерінде Хён кіріп келіп барлық жоспарын құртады. Жігітте қызыл сызықты көреді екен. Солай адамдарды өлтіріп сызықтардан құтылады екен. Жігіт Хёнды ұстап алып қинап жатады. Жи сол сәтте келіп қалып бірнеше оқ жаудырады. Қыз бұл сызықтар керісінше адам өмірін құтқару үшін керек шығар. Мен өзім сияқты адамды іздейін деп шешім қабылдап очкиін шешеді. Шешкен кезде айналағып қызыл түске айналады. Сол сәтте оған SMS келеді. SMS-те біз екеуміз ұқсаспыз. Мектепке кел деп шығады. Сан қайтарда бір очкиді байқап қалады. Оны өзімен алып кетті. Джи мен Данчик екеуі әлі ойластыруда. Данчикті қатты соғып тастапты. Джи оқиға болған үйге барады. Ол жер қып-қызыл, бірақ қызыл ол өте көп сызықтан құралған екен. Сан очкиді киіп қалса, басында бір сызық пайда болады. Ол оны ала алмайды. Солай көшеге шығып бәрін қарап жүріп, сызықтың не екенін түсінеді. Ол ағасын көріп таң қалады. Мектепке барып көп адамдар оған желкенішті болып кетеді. Ал енді қараса, сызығы басқа жаққа тартылып тұр екен. Сыныпқа тағы бір оқушы келеді. Ол Хён. Джи мұғалімнің ісін зерттеп барға келеді. Ол жерден барменнен мән-жайды сұрайды. Бармен ол басында жақсы жігіт еді. Кейін өз-өзімен сөйлесіп кетті. Санау жүгізіп жүрді. Бірде бір жігітпен осы жерде төбелесіп қалды. Және үнемі очкимен жүретін еді деді. Джи кете бергенде қасына бір қыз келіп, тағы бір сызық көбейтіп жіберді. Сан көшеде қыздың мұғаліммен кездесіп жүргенін көріп, фотоға түсіріп алады. Және оны қызға жібереді.
Қыза маған бәрібір. Ары кетсе, мұғалімді жазаға тартады дейді. Сан енді суретті мұғалімге жібереді. Ол қорқып кетеді. Сан барлық мұғалімдерден компромат жинап, ақша жинай бастайды. Хён дәретханаға кіргенде очкиді көріп, қыздан сызық жайлы сұрайды. Сан ол очкиді өзіменде тумбочкада тап болды дейді. Кешке Хайын Санның артынан жүріп отырып, оның очкиін ұрлап алады. Очкиді киіп алған соң, қалай оларды біліп қойғанын түсінеді. Мұғалім қызды ақшасын берем деп шақырады. Бірақ қазір қаржылай қиындықтар болып тұр, келісейік дейді. Сол сәтте әйелі хабарласып, фотоны жібереді. Ол қызға ашуланып, биіктен жерге лақтырып жібереді. Сан оның алдында Хёнға хабарласқан еді. Соның арқасында оны тез тауып жедел жәрдем шақырады. Ауруханада Хён Сан өзі құлаған жоқ дейді. Келесі күні Ким ұстаз өзінің столынан көзілдірік тауып алып киіп алады. Жи қыздың досын тергейді. Досы ол суретке түскен соң бір затым жоғалып кетті деп кетіп қалды дейді. Жи жазбаларды тексеріп отырып, сыныптасы ұлғанын біліп қояды. Ким шет елге кетпей тұрып, бір апта әпкесінің үйінде тұруға шешім қабылдайды. Кешке жақын жездесі бір түрлі қылықтар жасап телефоннан шықпай қояды. Оның басынан бір жіп төменгі қабатқа тартылып тұрғанын көреді. Солай ол сызық апарған үйді аңдайды. Ол жерде бір келіншек тұрады екен. Почта арқылы оның есемі Ква екенін біледі. Кешке поминка кезінде жездухасы келмейді. Ол әйеліне жұмыспен кеттім деп сылтауратқан. Бірақ Ким оған сенбейді. Ол жездесін тауып алып, әпкеме бәрін айтпесе не болатынын білмеймін дейді. Ол Ква есімді елдің парақшасынан жүкті екенін біледі. Ол әпкесіне айтуға барар кезде әпкесі біліп алды. Әпкесі Кимге ұрсып, сен менің өміріме от салдың деп ренжиді. Жездесі әпкесіне емес, Квахта жүгіреді. Ол Ким жездесін ұрады. Сөйтсе, әпкесі бұл жезденнің әйелі керісінде, мен бұның басын айландырып жүргем. Қайта әйеліңе қайт деп айттым. Жи бір блокноттан очкиді жайлы суретті тауып алады. Және Хённан бұл арқылы не көруге болады дейді. Сонда Хён жіптер деп жауап қайтарады. Осымен бірінші бөлім аяқталады. Достар, каналға тіркеліп, лайк, қоңыраушаны баса кетейік. Бұл менің осылай қазақ контентін жүктеуге үлкен септігін тигізеді. Және бұндай очки болса не істер едіңіз? Комментарийге жаза кетейік.